Ал енді, ассалаумағалейкум жігіттер, барлықтарыңа тағы да. Келгендеріңе рахмет, ең бастысы. Келмей қалған жігіттер бар. Енді олар қорыққан шығар расымен де. Олар бізді шақырып алып, абыройымызды айрандай төгіп, масқаралайын деп отыр ма деп. Бұл жердегі біздің ең басты мақсатымыз, бірден ескертіп айтайық. Ол біреудің артын ашу, біреудің айыбын ашу емес, біреудің кемшілігін бетіне басу емес. Қоғамда болып жатқан нәрселердің барлығын өздерің байқап көріп отырсыңдар. Ол имамдардың да аузына ілікті, көптеген адамдардың да айтуына ілікті. Асаба деген қауымның, жалпы біздің той жүргізушілердің енді жаршы дейміз, асаба дейміз, тоғышар деді ме? Не деді кеше? Не деді? Тоғашы, тоғашы деп атайтындар бар екен. Солардың бір қадір қасиетінің түсіп кеткенін айтып жатыр. Рас, енді ол жоқ емес, бар. Ондай жігіттер арамызда бар. Жалғыздың жаманаты жалпыға тиеді дегендей, ол бір түйенің құмалағына 40 адам тайып жығылады деген секілді, ол бәрімізге тиіп жатыр сол сөз. Сондықтан да енді оны басын ашып, сондай нәрселер болашақта қайталанбас үшін осы жердегі енді көпшілігі менен кіші жігіттер шығар, менімен қатар бауырларым да келіп отыр. Солар кішкене білгендерін айтсын, артынан осы салаға бет бұрып келе жатқан жігіттер кішкене дұрыс жолмен жүрсін деп жиналып отырмыз осында. Ол әкеңнің өлгенін жасырсаң көмгенде қайтесің дегендей, ол оны жасыра бергенмен ол түзеліп кетпейді. Сондықтан да соны түзейік, мүмкін болатын болса деп келіп отырмыз. Асабаның ең жақсысы қандай екенін білесіңдер ғой. Баяғыда біреу айтты ғой, ұмытып тұрмай подаркасын бергізген адам деп айтты деген сияқты емес. Негізінде асабаның ең жақсысы, тәуіптің ең жақсысы ауруға ауру қоспаған дейді ғой. Асабаның ең жақсысы өзіне де, тойға келіп отырған елге де ұят келтірмейтін асаба, сол ең жақсы асаба деп мен өзім ойлаймын. Сондықтан да мына қоғамда болып жатқан мәселелердің алдын алу үшін, соларды қайталамау үшін, сондай келеңсіз оқиғаларға өзімізде түсіп қалмау үшін бір ақылдасып алайық, ой қорытайық, пікір алмасайық деп жиналып отырған жиын біздікі. Есі кеткен ауылға есек азаншы, ескі мешітке көкөк азаншы дегендей, кім болса сол біздің қазақтың тойына келіп, ойына келген істейтін нәрсе емес қой. Қазақтың тойы деген бір тәрбиеміздің бесігі, мәдениетіміздің ошағы болғаннан кейін соны түзеп алайық деп келіп отырмыз. Енді бүгінгі күн тәртібіндегі талқылайтын мәселелерімізге мен біртіндеп жайлап көше берейін. Құдай қаласа. Бейәдеп сөйлеу мәселесі. Тойларда бейәдеп сөйлеу мәселесін көрушісіздер. Енді кім екенін айтпай қойын, оны ютубтан да көрдіңдер. Өткенде ана қыз бен жігітті билетіп жатқан кезде біреуге подарка деп 5000 теңге берсе, братан 2000 қоссаңшы, гостиница 7000-нан қой дейді. Сол тойда айтылатын сөз ба мысалға? Ол сөз үшін ана жігітті сұрақ жауапсыз атып тастайсыз алуға болады. Ол біреудің ойырды отқан қарындасы, біреудің қызы, біреудің әпкесі деген секілді. Апа, қанша балаңыз бар десе, 13 құрсақ көтердіңіз, шошқа ұқсап туа беріпсіз ғой деген адамдарды естідік мысалға. Құдай сақтасын. Бала туғаннан басқа не жұмыспен айналыстыңыз дейді. Ол үлкен кісілердің не шаруаң бар сенің қанша бала туғанында? Сондай нәрселерге кішкене абай болсақ. Апамыздың белі түзу екен, жүрісі қызық екен деп бір айтам деп таяқ жеген тамадаларды танимын. Белі кішкене өйтіп қалған, енді жас келген деген адамның несі болады ғой. Тура сол сияқты асабалар қауымы да біз елдің алдында шығып сөйлеп жүргеннен кейін, ол біз айнасымыз ол жерде. Біз қалай жүрсек, тойда солай өтеді деп ойлаймын. Ішіп алған адамды көргеннен кейін ол тамада 100 грамм ішеді обязательно деген пікір кезінде болды, ол жасыратын нәрсе емес. Осыдан бір 10 жыл, 15 жыл бұрын, қазір де бар. 100 грамм жібересің ба деген жігіттер талай жерде құлақта да тойда да көріп жүрміз ғой. Енді өліп бара жатқан жігіттер болатын болса, мүмкін тойдан кейін көрсе болатын шығар. Бірақ той барысында тура сол нәрсені ішпей қойғандарың дұрыс ау деп өзім ойлаймын. Інілердің өтініші. Айтбек екеуің келіспегенсіңдер ма? Дұрыс. Рүсәннің сөзіне қосыламын. Дубай деп жатсың ғой, біз жақын жерден бастай берейік. Алакөлге барайық деген сияқты. Жоқ, сөйтіп көтерілеміз ғой. Дұрыс. Қызығын көру керек деген нәрсе дұрыс. Қызығын көрейік. Тек қана бұндай тамақ ішетін жерде ғана емес, тауға да шығайық, не қылайық деп жатыр ғой. Жандос сұрап отыр, тауда тамақ бола ма екен деп сұрап отыр да. Ол жақта тамақ бола ма дейді. Әтірдің иісімен түрімізбен аламаймыз енді, біз бірден айтайық енді, ондай түр жоқ. Матч болып барған іштеме, моншаға түсіп барсақ та жаман емес біз негізінде. Иә, разымен де. Сондықтан да оның бәрін ескеру керек. Ол енді шындап келгенде түріңе де ақша сал деген сөз ғой, былайша айтқанда. Рүсет түсініп жатырмыз сені. Дұрыс. Өзің ақша сал деген сөзге шынайы қосыламыз. Киіміңе де сал, ол түріңе де сал. Түр деген нәрсе де түзелетін нәрсе ғой. Алба-жұлба болып жүре берсең, әрине жүре бересің. Шашыңды жақсы жерге түзет, жақсы жерден тамақ іш, жақсы жерден ойнап күл, жақсы машина мін, ең бастысы. Сырт көз көрген адам сүйсінетіндей болған жақсы ғой негізінде. Енді Русиядан кейін біздің ар жақта отырған, төмен жақта отырған дастарханнан да жігіттер қосатындарың болса, жас бауырларымыз, інілеріміздің де айтатыны бар шығар. Жас малда да кәржілік болады деген сияқты. Жастарда да бір кәделі сөздер болады кейде. Сондықтан қосатындарың болса, ал, кел. Рахмет бөке. Ауырмаңыз, сырқамаңыз, іздене беріңіз. Біз қызығын көре берейік десе. Жаңа менің бір қосатым тойға өзгеріс деген нәрсеге мен бағана ұмытып кеттім айтам деп отырып. Мына ұйғыр ағайындардың тойында болғандарың бар шығар. Мүмкін көрген шығарсыңдар, барып басқармасаңдар да. Олардан Танис Маладожонов деген бар ғой, жас жұбайлар билейді. Билегеннен кейін оның қалыңдығы мейлі қазақ болсын, мейлі еврей, мейлі орыс болсын,
ұйғырша билетеді. Обязательно. Жас жұбайларға. Ол өздерінің ұлттарының несін қалыптастырып, құрмет көрсеткендегісі. Өткенде ана сырнайлатып, кернейлетіп есіктің алдында тұрады ғой, ұйғырлардың тойларында. Мен өткенде өтіп барады деп айтамын, мына жердегі жердің астынан жылан шығып жүрмесе болар еді деп мен сыздарлатып отқанға. Ол өздерінің бір ұлттық несі, бейнесі. Мына жерде той болып отыр деген секілді. Сосын да тойға шақыратын бишілердің мәселесінде менің жеке өзімнің пікірім, тойға қазақша би шақырайық жігіттер. Одан кейінгі билерді ұлтқа қатысы жоқ билер шақырсақ, менің ұсынысым. Ұйғырдың биі, өзбектің биі, испанның, сығанның биі деген биді билейтін бишілер көп бізде. Олар өздерінің тойында біздің қазақтың биін билемейді бәрібір. Сондықтан да ол жерге бір ұлтқа қатысы жоқ. Аққу ма, құйрығың жайып павлин билейсің ба, тауық билейсің ба, сондай нәрселерді мүмкін шақырғанымыз дұрыс шығар.